Сәлеметсіздер ме оқушылар, дәл қазір сіздерге морфологиялық талдауды қалай жасау керек, осы сұрақ бойынша кішкене үлгі көрсеткім келіп отыр. Менің YouTube арнамда морфологиялық талдаудың тағы бір үлгісі бар, соған қосымша ретінде өткені көп оқушылар менің осы морфологиялық талдау тағы жасап көрсетіңізші деп сұрайды. Жақсы. Морфологиялық талдауды жасау үшін бізге түбірмен қосымшасын сөз таптарын ажырату керек. Сөз құрамына, сөз таптарына яғни ажыратамыз. Ақын жырларында табиғат пен адамның жан дүниесі бірге өріліп, бірге астасып жатады. Бұл сөйлем Мағжан Жұмабаевтың шығармаларына берілген пікір. Мына жерде ақын жырларында немесе Мағжан жырларында деп елестетуге болады. Жақсы, түбірін ажыратайық. Ақын бізде түбір сөз, жырларында түбірі жыр, лар көптік жалғауы, тәуелдік жалғауы үшінші жағында бізде жат септігі. Табиғат түбір сөз, пен бізде шылау, адамның түбірі адамның ілік септігі, жан түбір сөз, дүниесі түбірі дүниесі, тәуелдік жалғауы үшінші жағы, бірге бізде үстеу, өрлік түбірі өр, іл етіс, көсемше, бірге тағы үстеу, астасып түбірі ас, тас, жұрнақ, жатады түбірі жат, аты. Жалпы осылай түбірмен жұрнағын ажыраттық. Енді біз ішінің барлығын ашамыз. Жұрнақ пен жалғаудың қандай жұрнақ жалғау екенін ажыратамыз. Ақын бізде зат есім. Зат есімнің өзінде ішінде негізгі және туынды деп бөлінеді. Бұл жерде ақын бізде негізгі зат есім. Ешқандай жаңа сөз жасалып тұрған жоқ. Одан кейін дара ма, күрделі ма десек, бұл бізде дара сөз. Күрделі болса, екі зат есім мүмкін бірігуі, мүмкін тіркесуі арқылы жасалуы керек еді. Одан кейін жалпы және жалқыма дегенде жалпы дейміз, себебі кім не деген сұраққа жауап беретін сөздердің барлығы жалпы зат есім болады да, ал мұның ішінде кім не деген сұраққа жауап беретін барлығы жалпы зат есім. Бірақ мынаның ішінде адам аттары, жер су аттары, газет, журналдар аттары, бір мекеме атауы, қала аттары, одан кейін мынау жан-жануарлардың аттары, құлагер, ақтөс деген сияқты, осылардың барлығы жалқы зат есім. Жалпы мен жалқының ажырататыны жалпы зат есім осылай барлық сөздер ғой, ал жалқы зат есімдер бізде үлкен бас әріптермен жазылады. Бұл жерде жалпы зат есім. Одан кейін деректі ма, дерексіз ба десе, деректі дейміз, өйткені адам біз көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз. Деректі деген зат есім дегеніміз, мынау көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есімдер. Ал дерексіз зат есімдер дегеніміз, бұл көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін зат есімдер. Жақсы, жырларында деген сөздің түбірін жыр деп алдық. Жыр жаңағындай зат есім, негізгі зат есім, дара зат есім, жалпы зат есім, дерексіз зат есім. Біз жырды көзбен ұстай алмаймыз. Лар бізде көптік жалғауы. Лар ер, дар дер, тар тер көптік жалғауы. Дегеніміз бізде тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, оның жырлары. Қалай тәуелденеді? Менің жырларым, сенің жырларың, сіздің жырларыңыз, оның жырлары. Міне Мағжан жырлары деген сияқты. Қосуында деген жалғау бізде жатыс септігінің жалғауы. Неге жатыс септігі? Көп оқушылар жатыс септігі даде тате ғана ғой деп айтады. Бірақ егер тәуелденіп барып, осы жатыс септігі тәуелдік жалғауынан кейін, яғни тәуелденіп барып келетін болса, ында інде деген жалғау жалғанады. Міне, тәуелдік жалғауынан кейін осы жатыс септігінің жалғауы. Табиғатта зат есім, негізгі зат есім, дара зат есім, жалпы зат есім, деректі зат есім. Өйткені табиғатты көре аламыз. Пен деген бізде жалғаулық шылау. Көп оқушылар айтады, апа пен деген көмектес септігінің жалғауы ғой дейді. Мен пен дегенге қарап айтады. Бұл жерде егерде қосылып, мынау табиғатпен деп, пен деп қосылып айтылатын болса, онда ол көмектес септігі болар еді. Бірақ бұл жерде табиғат және адамның деген екі сөзді байланыстырып тұр.
тұр. Сондықтан бұл бізде жалғаулық шылауына жатады. Адам бізде зат есім, негізгі зат есім, деректі зат есім, жалпы зат есім, ал ның деген бізде ілік септігінің жалғауы. Ның, дың, тің. Жан да дәл солай зат есім, негізгі зат есім, дара зат есім, жалпы зат есім, дерексіз зат есім. Дүниесі деген сөздің өзі осы зат есім бұл да, негізгі зат есім, дара зат есім, жалпы зат есім, дерексіз зат есім. С деген мынау тәуелдік жалғаудың үшінші жағы, оның дүниесі. Міне деген бізде тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Бірге деген бізде сын қимыл үстеуі. Қалайша деген сұраққа жауап береді. Қалай өріліп жатады, қалай астасып жатады. Бірге, көрдіңіздер, бұл бізді сын қимыл үстеуіне жатады екен. Өріліктің түбірі өр, етістік, дара етістік. Одан кейін болымды ма, болымсыз ба деген кезде болымды етістік дейміз. Егер ол болымсыз болатын болса, маме, бабе, папе және жоқ емес деген сөздердің жалғалуы арқылы жасалатын еді. Бұл жерде ондай жоқ. Одан кейін сабақты ма, салтта деген кезде табыс септігін өзіне қажет ете ма, етпей ма десек, онда осы табыс септігін қажет етеді, яғни сабақты деп айтамыз. Қосу іл бізде ырықсыз етіс. Бізде қазақ тілінде 4 етіс бар. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс және ортақ етіс. Осы л деген бізде ырықсыз етістің жұрнағы. Үп деген бізде көсемшенің жұрнағы. Бірге жаңағындай сын қимыл үстеуі, астасып. Түбірі ас, етістік, дара етістік, болымды етістік, одан кейін сабақты етістік. Қосылған тас деген бізде етістік тудырушы жұрнақ. Лас, лес, дас, дес, тас, тес деген бізде етістік тудырушы жұрнақ бар. Осы ас, қырдан ас, ойдан ас деген етістік, тас, жетістіктен етістік тудырушы жұрнақ. Бізде әрине бұл көсемшенің жұрнағы. П, А, Е деген бізде көсемше жұрнақтары. Жатады түбірі етістік, жат етістік. А бізде көсемшенің жұрнағы. Д деген бізде енді жіктік жалғауының үшінші жағы. Осы жерде мен сіздерге бір ереже айтып кетейін. Ол үшін бұларын өшіремін. Егер көсемшенің жұрнақтарынан кейін, қызылмен жазайын, егер көсемшенің жұрнақтары А, Е, И, Ап, П көсемше жұрнақтарынан кейін Д, Т жалғанатын болса, ол бізде жіктік жалғауының үшінші жағы болады. Жіктік жалғауының үшінші жағы болады. Міне, мына ережені ұмытпаймыз. Бұл етістіктен кейін көсемше жалғанады. Міне, көсемшенің жұрнақ жалғанатын болса, жіктік жалғауының үшінші жағы. Дәл мысалы, жатады деген сөзіміз осы форма ережеге сәйкес келеді. Ал егер етістіктен кейін бірден д жалғанатын болса, мысалға жатты, жаңа жатады дедік, енді осыған жатты дейтін болса, міне түбір етістіктен кейін,
жұрнақ, міне бұл жерде жұрнақ жалғанатын болса, ол жедел өткен шақ болады. Жедел өткен шақтың жұрнағы. Міне, етістік көсемше ДДТТ бізде жіктің жалғауын үшінші шағы, ал етістік ДДТТ ол бізде осы жедел өткен шақ. Осы екі нәрсені ажырата бөлу керек. Осы екі нәрседен шатаспаңыздар. Міне, жалпы морфологиялық талдау осылай жасалады. Ең алдымен түбірін, жұрнағын, жалғауын ажыратамыз. Түбірді ажыратқан кезде кез келген сөз түбір бола бермейді. Егер жұрнаққа қарап, мысалға, тас, лас тес деген сияқты жұрнақтар кездестірсе, оның алдында мән мағынасы жоқ сөз болатын болса, оны түбірге қоя салуға болмайды. Түбір болу үшін сөзде мағына болу керек. Ол түбірде мағына болу керек. Түбірден кейін жұрнақ. Жұрнақтың бізде екі түрі бар қазақ тілінде. Сөз тудырушы жұрнақ және сөз түрлендіруші жұрнақ деген. Одан кейін жалғау. Жалғаудың төрт түрі бар. Көптік жалғауы, септік жалғауы, жіктік жалғау және де тәуелдік жалғауы. Міне, осы нәрседен ажырата білуіміз керек. Одан кейін әрине сөз таптарын міндетті түрде білу керек. Сөз таптарының ішінде көрдіңіздер, тек қана зат есім деп қоя салмайды екенбіз. Оның ішінде құрамына қарай, тұлғасына қарай көп бөлінеді екен. Қараңыз, бір зат есімнің өзі дара күрделі болып бөлінді, негізгі туынды болып бөлінді, жалпы жалқы болып бөлінді, деректі дерексіз, міне 8 түрге бөлінді бір зат есімнің өзі. Ар жағында сын есімнің қаншама түрі бар, қаншама жасау жолдары бар. Сын есім жасайтын жұрнақтар тіпті көп. Дәл мынау сияқты, міне лас тес, тас тес сияқты етістіктің қаншама түрлері бар. Етістік тудырушы жұрнақ тіпті көп қазақ тілінде. Міне, бұл морфология деген бұл үлкен тарау. Мұқият болу керек. Жалпы ең алдымен морфологиялық талдауды жасамас бұрын морфология саласын зерттеу керек. Зерттеу дегеніміз оқу керек. Сосын барып, міне уже морфологиялық талдау жасаймыз. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта қаласаңыздар, мен лексикалық талдау жасаймын, одан кейін синтаксистік талдау жасаймын және фонетикалық талдау.